қою қанды сұйылтуға көмектесетін сусындар адалды. Диетолог, медицина ғылымының докторы Маргарита Королева қанды сұйылтуға арналған ең пайдалы сусындарды атады. Москва 24 арнасында берген сұхбатында маман ең алдымен тромбоздың пайда болуының алдын алу үшін қарапайым газдалмаған суды жеткілікті мөлшерде ішуге кеңес береді. Салмақтың әрбір килосы үшін кем дегенде 33 мм сұйықтық болуы керек деп түсіндіреді диетолог. Қою қан тромбоз қаупін арттыруы мүмкін, ал су қан ұю пайда болуына жол бермейді. Су барлық сұйықтық белсенділігін арттырушы күш. Денені табиғи түрде тазалайды дейді маман. Сонымен қатар қанды сұйылту үшін анар шырынын ішуді ұсынады. Оның құрамында жүрек-тамыр жүйесін оңтайландыру және қан құрамын сақтау қызметін қалыпқа келтіруге қажетті амин қышқылдары бар. Сонымен қатар бұл өнімде П және В тобындағы дәрумендер бар. Анар шырыны жүрек тамырлары ауруларына шалдыққан адамдар үшін өте пайдалы. Әсіресе 50 жастан асқандарға ағзада ақау жиналған кезде ішу керек деп көрсетілген. Қызылша да жақсы өнім болып табылады. Қызылша шырыны ағзаның табиғи тазалануына ықпал етеді, денедегі ауыр металл тұздарды кетіреді және қанның липидті құрамын емдейді, яғни қанның реологиясын, ағзада ағуының жақсаруына ықпал етеді дейді маман. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.